күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай ешқандай ашытқысыз, өте тез дайындалатын және дәмді, жұмсақ нан пісіретін боламыз, табада пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге кефир керек болады, яғни айран және сода керек. Тұзымызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын, орташа қатты болу керек. Нанымыз тез дайындалатын болғандықтан бірден қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жайып, пісіріп алатын боламыз. Алдын ала табамызды орташа отта қыздырып қоятын боламыз. Орташа отта 2 беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Нанның иісі өте күшті болып шығады. Нанымыз дайын болды. Бар жоғы 15 минут кетті. Мінекей осында жұмсақ. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.